сұрағыма көшейін. Лима Диасқа айтам, мен қазақша сұрақты қойғаннан кейін қазақша жауап беруін өтінемін. Екінші сұрағым, азаматтық бастамаларды қолдау орталығы мен Комеда орталығы арасында сыбайластық бар деген күмәндар туындағандықтан, Комеда орталығы ЦПГИ-дан жылдан жылға грантты ұтып алуына не себеп? Ал мен рұқсат болса, мен сөзімді орысша. По поводу Комеды я хотела бы еще раз повторить, что эта информация нуждается в уточнении. После брифинга я предоставлю информацию, как только у меня будут детали. Мебельдары, техникалары бәрі болатын болса, ондай ұйымдарға жаңандай 10% техниканы алу дегенді шектеу керек. Оны қарастыру керек сияқты. Оны енді бүкіл осы мәселелер біз айтып жатырмыз. Bir қызығы ЦПГ бар, министерство бар. Вот басқаларды айту мені осы мәселені ішінен жақсы білемін да, бірақ мені жұмыс тобына қоспайды. Неге? Білмеймін. Енді өзім күмәнім бар. Біріншіден біздің көп ұйымдар, үкіметтік емес ұйымдар, мемлекетпен жұмыс істеген соң көбінесе солардың сөзін сөйлеуге ұмтылады да. Оларға проблеманы ашық айта алмайды. Екіншіден, білмеймін, мен мынау жалпы мекеме басшысы болсын, үкіметтік емес ұйымдарына өздеріне айтамын. Сіздер мемлекеттік функцияны атқарып отырсыздар ма? Сіздер қазақ тілін білуге міндеттісіздер. Сәйкесінше осындай мәселені тіке айтқан адамды, ол министрлік өкілдерді, ол жаңағы үкіметтік емес ұйымдарды жақтырмауы мүмкін. Сол себептен бізді көбінесе шектеп отырады. Жұмыс тобына қоспайды. Мен мысалы, егер бұл эфир жазылатын болса, мен айтайын, мысалы, мына Лима Диас, осы төрағасы ғой, министрліктен біраз тану мүмкін. Мені бірде-бір жұмыс тобына қоспаған. Осы мәселелерді мен айтып... Осы ақпараттың бәрі жарыққа шықпас үшін, мүмкін солай шығар деп ойлаймын. Ол кісілердің ішіне кіріп шыққан жоқпын енді. Бірақ өзінің күмәнім бар. Осылай жұмыс тобына әдейі қоспайды мені. Енді жаңа сіз айтып кеттіңіз, Комеда туралы фактілеріңіз, қандай фактілер бар сізде? Енді Комеда, мысалы 19 жылы 2 жоба алады. Біреуі республикалық бюджеттен алады, ЦПГ дейді, азаматтық бастамаларды қолдау орталығынан 12 миллион алса, тура сондай ұқсас жобаны 66 миллионнан Астана қаласынан алады. Яғни екі көзден алған жұмыста, бірақ жұмыс бірді, былай айтқан кезде. Мысалы, бір ақшамен де жасауға болады, бірақ олар бір екі жерден ақша алып, неэффективный трата дейді да бұны, деп ойлаймын. Енді бұны тиімділігін тексеруге болады деп ойлаймын, өйткені олар сол ақшаның төңірегінде үкіметтік емес ұйымдарына көмектесу керек еді. Көмектесу керек еді. Әртүрлі формада жұмыстар бар, бірақ мен өз басым Комеданың жұмысын тиімділігін нашар деп бағалаймын. 20% ғана мемлекеттік тілде жазылады. Мысалы, орыс тілде жазу оңай. Мен сізге нақты фактімен айтайын. Биыл біз қатыстық. Мен мысалы 4 жыл қатысып келе жатырмын ғой, 3 жыл қатысып келе жатырмын. Бір тақырыпқа жергілікті өзім басқаруына мен 6 рет подавать етіп, өткізіп өтінімді. Бізде принцип бар, біз тек қана сөйлемейміз, біз жазуды да тек қана мемлекет тілде жүргіземіз. Енді өзінен бастау керек қой, жылда біз 2-ші орын алып қаламыз, 1-ші орын орысша жазылған өтінім өтеді. Енді тексере келе қарасақ, мысалы 19 жылы, 20 жылы 1-ші орын алған ұйымдар бұл салада тәжірибесі жоқ. Мүлдем тәжірибесі жоқ ұйымдар 1-ші орын алды. Енді заявкаларын қарасам өтінде ешқандай жаңашылдық проблема жоқ. Мен фактімен айтайын. Енді биылғысын айтайын. Биыл Маңғыстау облысындағы азаматтық альянс алды. Басшысы Жібек Ахметова. Мен прямой эфирге шақырдым, әрине әлі шыққан жоқ. ЦПГИ-де жаңа жеңімпаз шыққан жоқ. Енді ол кісілердің өтінімін қарасақ, көп бұрмалаушылық бар ол жерде. Мысалы, ана жерде бір пункт бар, может вы знаете, партнерство, да? Если партнерство пишут, они должны приложить письма. Вот это я тоже хотела сказать, что они согласны. Да, мы, например, у нас было 8 акиматов,
Мы приложили письма от акиматов. Это самый сложный процесс, Да. получать письма от акиматов. За это Согласен. именно в этом году единственно мы были только предоставили эти документы, письма от акиматов. Но эта организация, вот этот альянс, они просто письмо приложили, они написали то, что они заинтересованы. На самом Кстати, деле да. партнерство, заинтересованные лица, это одно и то же по понятию смотреть. То есть, если бы они указывают как партнера, они должны приложить письма. А если заинтересованы, они не обязаны. Но смотрите, тогда все будут так поступать. А как можно подтвердить то, что они заинтересованы? А вдруг они не заинтересованы, да? Вот они хитро так поступили. А мы приложили там, звонили на уровне замакима, там, чтобы письма разъяснили о необходимости, важности проекта. Да? Вот о чем Письма я говорила. получают, нет, они просто хитро поступают вот так. И заявка этого победителя написана на русском языке. Потом я беру, ставлю в Google те же заявки, те же проблематики. Там у них проблематики нету. Но они берут, из интернета берут, просто ставят тексты. Все, готово. А мы пишем на казахском То языке. есть на плагиат не проверяется. Но то, что, Все равно это смотрите, надо внести в правила. Получается, что они о том, который реализованный был ну, проект, возможно, да. Да, нужно. ты считаешь, что да. это нужно. Это здесь вопрос во всех деньгах. То есть, если у вас более интересно, еще тем более на национальном языке, да, естественно, что должны были Нет, проверить. Я еще считаю, я что скажу. все равно должны Смотрите, проверять. Я сам мақтанған емес, мен бұрын министрлікте осы жергілікті өзін басқарудың заңын әзірлеп президенттің қол қоюына дейін апарған адамбыз. 4 заңды әзірледік па, сәйкесінше мен маманмын. Иә? Мен 4 жыл бойы осыны жазам жобаны, бірақ менікі өтпейді. Сосын ойланам ғой, мен маманмын, мен жобам нақты проблеманы ашып көрсетіп тұр да, бірақ біз ұтпаймыз. Енді қарай келсек ол жанар мәселе да. Орысша жазған мәтін деген нелер әдемі көрінуі мүмкін шығар кейбір адамдарға, соларды өткізіп жібереді. Бірақ терең қазбалап кірмейді. Мысалы, осы эфирді көріп отқан адамдар, мысалы ЦБД азаматтары қарасын, биылғы победительмен, жеңімпазбен менің жауабымды салыстырсын екеуінде. 100% біздікі жеңеді. 100%-ға мен сенімдімін. Анау гражданский альянс, егер мен сөзім өтірік болса, мысалы қазір мені эфирге шығып дәлелдесін, біздікі жақсы дегенді. Бірақ жаңа орысша жазылды, интернеттен көшіріп әкеп қойды, солар бірінші орын алып кетті. Бұл жерде не айтуға болады? Жаңағы комиссия мүшесінің сапасыздығы. Здесь Сапасыздығымен қоса сыбайластығы да бар болып тұр ғой енді. Енді оны нақты айта алмаймын сыбайластығына. Өйткені ол үшін дәлелдеме болу керек. Егер мен қазір жемқорлық бар десем, Енді бәрімізде сондай күмән болып тұр ғой енді. Күмән бәрімізде күмән болып да, тұр. здесь Күмән болғаннан кейін кеше орталық коммуникациялар қызметінде Лима Диастың өзіне де осы сұрақтың бәрін көтердік қой. И тағы айтып кетейін, мына комиссия, күмәндары көп те. кстати, мына 18 ақпан күні комиссия біткен күні жаңағы жеңімпаз альянстың басшысы Жібек Ахметова сол күні кешке Лимаға звондайды. Не үшін звондайды десеңіз? Звондайды да мынандай айып тағады. То, что мен, Марғұлан, ЦПГ-ді айып таптым. Якобы мен маған ЦПГ осы конкурсы жеңіп берем деп уәде берген деп айтты депті. Енді оны да қазір соттың несіне кіргіздік, обвинение, ложный не бойынша. Ол үшін де ол Лима жауап береді. Бірақ бір қызығы, Лима мен осы Жібек екеуі де альянстан шыққан азаматтар да, сол жақта жұмыс істеген. То есть, если ты подаешь на грант, у тебя что-то должно быть свое. А так получается, они подают на грант, еще организации, которые не первый год существуют, они каждый год, вот о чем вы говорите, стулья, все это закупают и так далее, и так далее. И это каждый год. То есть я считаю, что нужно эту сумму уменьшать. И либо, чтобы обязательно было, если она указывает, у меня есть компьютеры, в прошлом году я почему в чат написала, я не поняла, говорю, вот я читаю заявки, я понимаю, что если вы там расширяетесь, да, у вас большой проект, это один вопрос. Если вы же, у вас маленький такой проект, на котором вы можете онлайн только работать, это другой вопрос. И вдруг вы в отчете в этом показываете, что вы только ведете занятия онлайн, вот я нашла один, там все онлайн, но зато они закупают полностью мебель, полностью оборудование, полностью, они закупают все виды, имеет, да? Да, они, понимаете, они закупают все электронные платформы. Понимаете, они это включили. Зачем? Если есть, можно купить пару платформ, Zoom, да, платить, вот этот Team или так далее. Они 7 или 8 таких платформ закупают. Для чего? Вопрос.
Ага. Еще годовое обслуживание показывают на это все. То есть это деньги непонятно. Если ты онлайн ведешь, то тебе 2-3 программы хватает. Зачем их 8, да, закупать? Вот это тоже не понимаю. Эти сейфы себе покупают. Насколько он важен для реализации проекта? Скажите мне, пожалуйста. Удлинители, чайники, что там только я не нашла. Лишь бы что-то купить, они, получается, эту сумму делят на это все и вот закупаются. То есть, если ты приходишь за грантом, принести что-то там, реализовать, покажи конкретно, если тебе нужен, мне, например, я бы хотела, чтобы там баннеры были, мне, например, видео, да, чтобы я там это все отсняла, свой материал и могла его хорошо предоставить. Да, не на телефон снимать свое событие, не нанимать кого-то там, а то есть из года в год, когда я провожу мероприятие, чтобы у меня был хороший фотоаппарат, и для отчета это все сдавать, да? Для чего мне нужен фотоаппарат, для чего мне нужна видеокамера хорошего качества, чтобы я могла это все отснять, чтобы я могла людям показать, чтобы я могла к этому же отчету приложить. А так получается, что покупают непонятно что, а на сам проект, получается, фактически нет. Большие суммы выделяются на гонорары тренеров, бешеные прям, я посмотрела. Большие суммы выделяются на кофе-брейки, 2,8 миллиона на кофе-брейк. Вы простите меня, на эти деньги можно... Это можно свадьбу справить, простите меня, на 2,8 миллиона. Тем более они не выдерживают вот эти правила. То есть если ты выходишь на несколько регионов, по правилам прописано, что в этом регионе стоимость на выездные столько-то, то есть есть коэффициент по регионам. Я посмотрела, один только проект открыла, у нее получается 6 регионов, одинаковая стоимость выезда. Все, 3,8 миллиона она поставила, и на все 3 региона аренда одинаковая. Она считает, что это же разная аренда в каждом регионе, правильно? Проезд за билеты разное, проживание в гостинице разное. У нее все одно и то же, 6 регионов, и вот 3,800, 3,800, 3,800, скопировано все. Понимаете? То есть на вот эти вещи комиссия даже внимания не обращает, они что, не понимают, что коэффициент этих всего разный? Комиссия, вот я с уверенностью могу сказать, могут на меня в суд подать. Они, как сказать, некомпетентные. Я вам о чем и говорю. То есть комиссия должна изучить эти все. Я сомневаюсь, вот я могу в лицо это им сказать, депутатам и так далее. Никто из них не открывал ни одного этого проекта. Например, Смирнова Елена, она точно не пойдет. Если вот сейчас я задам вопрос конкретно, вот вызов, вот если они согласны встретиться, я сейчас по какому-то конкретному скажу, можете мне сказать, что там хотя бы приблизительно, что они собираются реализовывать? Да? Как они собираются это реализовывать? Я 100% гарантии даю, никто из них не сможет сказать. Потому что если я вот изучала все это время, все проекты, я прям досконально знаю всех. Я могу сейчас вытащить весь этот материал, да, и показать каждому, сказать, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Азаматтық бастамаларды қолдау орталығының басшысы Лима Диасқа орталық коммуникациялар қызметінде қойылған сұрақтарымызға жауап ала отырып, орталық грант жеңімпаздарын іріктеу бойынша конкурстық рәсімдерді өткізу жұмыстарын әділ әрі ашық жүргізуді және сыбайлас жемқорлық әрекеттерін болдырмауға ерекше назар аударады. Сондай-ақ мамыр айынан бастап орталық қаржыландыратын жобаларға және орталықтың қызметіне қатысты қоғамдық бақылау топтары құрылатынын хабарлайды. Қызығушылық танытқан азаматтар орталыққа ресми хат жолдау арқылы қоғамдық бақылау тобының мүшесі бола алады. Мемлекеттік гранттарды беруге байланысты барлық конкурстар орталықтың интернет ресурсында онлайн режимде өткізіледі. Конкурс аяқталғаннан кейін жеңімпазды таңдау туралы шешімді үкіметтік емес ұйымдар ұсынған тәуелсіз сарапшылар қатарынан тұратын сараптама комиссиясының мүшелері қабылдайды. Бұл ретте орталық пен комеда арасында сыбайлас жемқорлық әрекеттермен байланысты қатынастар болған деген ақпараттар фактілермен расталмаған. Егер расталған фактілер болған жағдайда тиісті органдарға жүгіне алатындарыңызды хабарлаймыз деп жаза кеткен.